Барсам сұрадым Алла, Кабада тұрсам жыладым Алла. Тәуелсіз менің елімнің жаққан, сөндіре көрме шырағын Алла. Наннан жедік, суыңнан іштік, отаным сенен көрмедім ыстық. Ұрпаққа сені жеткізу үшін Алланың әділ жолына түсті. Алла, шүкір, шүкір Аллаға шүкір, шүкір, шүкір Аллаға шүкір. Көкте сұңқар, жерде тұлпар, қарасам біздей бақытты кім бар? Аллаху әкбар, Аллаху әкбар. Аллаху әкбар, Аллаху әкбар, вәлилләхил хамд. Отаным деген пайғамбар сөзі, Аллаға қолын жайғандар сөзі. Харамға қарны тойғандар емес, иманға жүрек тойғандар сөзі. Бабалар еккен балуыз бақта, бере көр өмір бақытты шақта. Ел жұртым аман, бауырым бүтін, я Алла бізді тіл көзден сақта. Алла, Алла, Шүкір, шүкір Аллаға шүкір, шүкір, шүкір Аллаға шүкір. Көкте сұңқар, жерде тұлпар, қарасам біздей бақытты кім бар? Аллаху әкбар, Аллаху әкбар.
Балдар, балдар. Құрметті орта, аналарымыз бар, достар. Мына бүгінгі жинап алып шайменің мектеп бітіргенімізде 40 жыл ғой. Соны дейді, аруақ алмай кірбәмек дейді ғой. Ағайын бірінші Құран оқытып аламыз. Ортамыздың кеткен достарына роликте қазір қойып беріп, ескеріп көріп берасыздар. Сосын барлығымызға өткенге салауат, халқыға береке. Кімнің өз кеткен болса, ағайын туысы жақын өз кеткен болса. Көбіміз көрген жоқ дейшілер беріп. 40 жыл болып көрмегендер өтеді. Үлкен рахмет барлық келдіңіздер. Ауыз мүліктен жақсы өтіп жатыр, құда қаласың кешкісіне жақсы өткізсек. Осы жерде болады кешке, сағат 7-де кеш қалмай келесіздер. Ертерек бастап, сосын ертеңгі күніміз азанда сағат ровно 8-де мектепте болуымыз керек. Ровно 8-де, 8-ден 9-ға 1 сағат уақыт берген. Содан кейін адашын жібереді. Ербошылар, үйде ролик қойып бер, ортасында кеткен үйлерде бар. 2014 жылы өмірден озған Қалмин Хамгелді, география пәні оқытушысы, 12 ақпан 2008 жылы дүниеден өтті. Афира Ахметовна, орыс тілі пәні оқытушысы, 15 желтоқсан 2017 жылы дүниеден өтті. Исаева Сиялы сынып жетекшісі, 24 шілде 2016 жылы дүниеден өтті. Қалдауов Сапарбай, тарих пәні оқытушысы, 2008 жылы дүниеден өтті. Жораев Тіләбек, тарих пәні оқытушысы, 1931 жылы 3 қаңтарда туылған. 2002 жыл 23 мамыр дүниеден өтті. Қабылова Назгүл, химия пәні оқытушысы, 1936 жылы. Bismillahirrahmanirrahim. Niyetlerin kabul olsun, ahiretlerin amin desem benim batalarım, kıdrata. Köpke vergen astarım, uzak olsun yastarım, köpke vergen çaylarım, cennetten olsun caylarım. Ya Xudayım ondasın, arvaktar koldasın, yorutqanda yolun olsun, kadar olsun yoldasın. Gözün canı ayıp olsun, aydalanların mal olsun, ağayın tavuk sahip olsun. Xuday berip, nemeremen, çöbere, göçüp ölüp köp olsun, o ayın deri yok olsun. Kaltık kılgan düşmanın özde gücü yok olsun. Bağıştansın duada, dem yetip yatkan arvakka, mangilik barar yerinde cennet benen uzak var. Kartırma düzak kalkmasın, imanı olsan sokakta. Farzımen Allah'ın peygamber eten sünnet var. Orundaysın, osundayım, boyunlara üstün salmak var. Şapakat köpten dedi, sarkın maytım lak var. Şarikat ural sünnetçe, ihlas bilen kılaslar. Kınamız olsa geçirip bir Allah'ın uzaktan. Seyni güzel şemp elimin imanın sonunda traktarı. Yen algamında cemiyat, barinde iki murat var. Allah degen kendimiz biletiniz rıkat var. Elhamdülillah Rabbil Alamin, Allah'ın berekesini versin. Kırım yıllıkların kutlu olsun. Allah sizlerine zor devşarlı, uzak olur, baktığını vereversin. Buna neverelerin ölsün geliyeti, yegemedik, uslahımız, devletimizin bilimde meniyette onlarına tutarma jetse versin. Buna ki kanda şah niyetleri olsa, Allah niyetleri kabul etsin. Allah varlığımızda zor devşarlı, uzak olur, baktığında alacak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورفيع الدرجات ومنزل البركات وخازي الحاجات تلاوة القرآن حلاوة إيمان رضا الرحمن ربهم اللهم mübarek kalamına hasıl olan salatla ve rahmetine rıza olmuş. Şu savat samaralarını Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ruhanetlerine, aile azalarının sahabalarına ruhanetlerine, şu cemaatı kalıptan ötkazıp durgan aziz mihribonlarına ruhanetlerine, hususan ustozlarımızın ötkenlerinin Halmurat Firgali ağamızın ruhanetlerine, Kalbayev Safarбай ağamızın ruhanetlerine, Kalmenov Hangeli ağamızın ruhanetlerine, Moldahmet Sultan ağamızın ruhanetlerine, Jurayev Tillabek ağamızın ruhanetlerine, İsayeva Siyagül ağamızın ruhanetlerine, İskandarova Alimash ağamızın ruhanetlerine, Kabulova Nazigül ağamızın ruhanetlerine, Askarova Rayhan ağamızın ruhanetlerine, Afira ağamızın ruhanetlerine, marhum dostlarımızın arasında ötkenler var iken Allah'ım Tursunov Abdınağım ağamızın ruhanetlerine, Bisimbayev Yerik'in ruhanetlerine, Nurjaubayeva Mariyan'ın ruhanetlerine, Hocamurat Frahat'ın ruhanetlerine, Niyazbayeva Bibigül'ün ruhanetlerine, Kenjayeva Nurligül'ün ruhanetlerine, Tohtağanov Kaldıbek'in ruhanetlerine, Beknazar Muhyiddin ağamızın ruhanetlerine, Omırzaq Avvez'in ruhanetlerine, Tületayev Bakır ağamızın ruhanetlerine. Fissabillah hadiyet. Rabbim Allah'ım bu insanların hayatı davamında batırçılık bilen bilardan bilmezsen kılgan sahih hatalarını özün geçirgeysen, kabırlarını nurga öldürüp, yotgan joylarini cennatda etkeysen. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana va hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azaban qabr azabanlar rahmat. Amin. Qarada qabul bo'lsin. Allah razı olsun. Thank you.
Oturumda kalın. Bölüm başlandı. Kral okulu okuttu. Beni odan giydiğimi aralarında sınav, kuvvet alıp Fatih sınavı ödüldü. Onun için arada uyuşturuyorum sanatındaki Ayşe'ler tamam. Aralarında Fatih sınavı ödüldü. Sağ yapar, ne var? Bu şimdiye göre diyorlar. Banu. Şirtaga ver, şirtaga ver. Şirtaga ver, baldarca cevap atıyoruz. Mariyaga, Batumay baba. Gel Mariyaga. Sarılanı zukkarga. Halil tepki. Halil tepki. Tamam. Kita mai. Kalmedi Bahtiyar. Bakon. Gelin abi, gelin abi. Gelin abi. Bunlar aga. Sen buraya bayat gidiyorsun mu? Bayat gidiyor. Kayıp kadar koyurak var. Koyurak kayda. Evet. Bak babasına bir Aslan Polat'ta. Hani Polat. Hani Polat. Amana toylar. Barası mı olan hasta? Anana klassasların adından. Yerkin. Bak.
Бибігүл демесе. Yeni. Шапан алып едік, бұл ертең келеді екен. Ал енді üzerinde bir anağımda patiler. Қосымша жәрдеміміз, көмегіміз тиімді әрқашан мәңгілік сақталады. Енді сауалат презентациясына Қымбатты класстастар, міне күніменен ағанадан бері Құран оқылып жатыр. Анасы бар адамдар қартаймайды дейді. Аналарыңыздың мына барына шүкір етін, аналарыңызды сыйлап, құрметтен, абайлар. Сенің мысалы аналарымыз осы күнді көре алмай кетті ертеден. Мен қуанып отырмын, сіздердің аналарыңыз ортада болып, бүгін осы арамызда біздерді ақ батасын, ақ ниеттерін айтып жатыр. Мен соған қуаныштымын. Осы идея қайраттан шығып еді. Біз аналарымызда еш 40 жылдықтарда бұл уақиға болмаған. Бұны қайрат айтады, давай аналарымызды құрметтейік, бар аналарымызға өзіміздің атағанымызды берейік деп еді. Міне бүгін сол барлығымыздың орталыққа осы нәрсені әкелгеніңіздің арқасынан міне аналарымызға осындай бүгін қосымша сыйлықтар беріп жатырмыз. Алла бұйырса аналарымыздан ақ баталарын аламыз. Қала берсеңіздер, рахмет. Қала берсеңіздер, біздер класстасымыз, Бибігүл менің жан көршім, әрі мектепте 10 жыл бірге қатынасқан достым, әрі мына осы біздің ағыластың қыздар жігіттері. жалпы. Қосылғандар да бар екен, рахмет. Басқа қосылғандарға да, кейінгі қосылғандарға да рахмет. Аз да болса, Луиза қызым, анаңды естеп, бізден осыны көп, мол деп аларсың. Құдайым жақсы игілігіне, жақсы қуанышыңа, жақсы күндеріне жұмсайт деген ниеттеміз. Өзіңнің қалаған, өзіңнің сүйген нәрсеңді аларсың деп ойлаймыз. Қызым, бақытты бол, өмірің ұзақ болсын, денсаулығың күшті болып, әрдайым біздердің жолдарымызды беріп, өніп өсе бер. Анаң жоқ емес, анаң әрдайым қасыңда, сені әрдайым қолдап жүріпті. Бибігүл бір классымызда ең ақ көкірек, дүниедегі 2 адам ақ көкірек болса, Бибігүл соның бірі еді. Періште дей адам еді, сондай бір анаң бар еді, анаңды біз жақсы көреміз әліге дейін. Өзім әліге дейін жойтамын, үйге барып тұрып, ой, Бибігүл болғанда бір-бірімізге жүгіріп баратын едік. Жаңа Асанға барсам, сестрам үйіне барсам, ол жүгіріп Бибігүлмен күтіп алатын еді, қонаққа келетін еді, қонаққа шақыратын еді. Осы класстастардың 40% Бибігүлдің намын, дәмін, асын жеген осы класстастар. Құдайым анаңның рухы шат болсын, топырағы торқалы, жайы жәнетке болсын. Алдымызда ендігі жағында сен аман жүріп, Луиза сенің адресіңе, біздер сенің адресіңнен жақсы сөздер естіп, осы Луиза осындай болып жатыр, Луиза өйтіп жатыр, Луиза мамасының қызы сондай жақсы болып жүріп деген жақсы жаңалықтарды біз естіп жүре берейік.
Енді бақытты болыңыз. Біздің мерекеміз. Енді микрофон жоқ қой енді. Бәріңізге мереке құтты болсын. Ана туралы өлең айтады. Анасы бар адамдарға қызығам деген өлең. Анам менің асыл алтын қазынам. Микрофон. Айта бер. Анам менің асыл алтын қазынам. Маңдайымнан ескерсеңіз жазылам. Бірақ бұл да арман шығар мен үшін. Анасы бар адамдарға қызығам. Төзілмейтін қылығымды түзеген, анашыма жан сырымды түсінбеппін біздеген. Қатем болса кешіріңіз, кешіңіз, айта алмадым әжім түскен жүзге мен. Қатем болса кешіріңіз, кешіңіз, айта алмадым әжім түскен жүзге мен. Анашымның әркез жүзін сағынам, қимай біраз өзіңді ойға алып қамығам. Анамның орнына ана болған әкемнің, жүрген кезін еске алсам жабығам. Мағырызда біздердің бастарымызға Енді жастар үлкен, өте берділер, бадарға деген. Пәтия беріңіз. Бадаға пәтия берің. Амин. Амин. Тұрыңыздар. Бастарыңа байлық болсын, дендерің сау болсын, болсыңдар, өліңдер, құла жолдарың қабыл болсын, баттарың ортыл болсын. Батқан тойларың құтты болып, немере шөберелерің өсе берсін, дендерің сау болсын. Ендігі 80 жасқа да осындай тойларың бола берсін. Hoş geldinizler adamlar. Sizlerді сыйлап келген сіздерге үлкен алғыс. Aceler, bir karar verirse, kalbimizden sağlık diliyorlar. Aceler, bir karar. Bak, geliriz. Жыл күзде кеудеге гүл тағып, мектепке келдік бет алып, ұстазбен қонды зердеме үйреткен ей қырық екі сыр көйлек ақпар тұқпенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Сыр көйлек ақпар тұқпенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Серік қып 10 жыл парта мен тақтаны, достыққа ашты қақпаны, бала шақтардың бәр есте алғашқы ей махаббаттары. Сыр көйлек ақпар тұқпенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Сыр көйлек ақпар тұқпенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз.
алаңыңызда ашып беру үшін сөз мектеп директоры Тайырбеков Жаңабай Нарбаевичке. Ассаламу алейкум, қадірлі ұстаздар, ата-аналар, қадірлі қонақтар, мектепке келген түлектер, құрметті мектеп бітіруші жас түлектер. Сіздерді 2024-2025 оқу жылының аяқталуына байланысты өткізіліп жатқан соңғы қоңырау мерекесіменен шын жүректен құттықтаймын. Соңғы қоңырау мерекесі бұл мектеп тарихына енетін көңілді әрі қуанышты оқиға. Бұл күн мектеп бітірушілер үшін де, ұстаздар мен ата-аналар үшін де қуанышты салтанатты сәт. Бүгін мектеп бітірушілердің өміріндегі ең маңызды сәт, соңғы қоңырау салтанаты еліміздің барлық өңірлерінде мерекеленіп жатыр. Сіздерге тәлім тәрбие беріп, білімдар азамат болу, өсу жолдарында ұстаздар қауымның тоқталсақ, 11 сынып оқушысы Арапбаева Жанат химия пәнінен 2-ші орын, Өсербаева Айниса қазақ тіл пәнінен 2-ші орын, Арапбаева Жанат география пәнінен 2-ші орын, Тұрсымұратова Балауса Алика құқық пәнінен 2-ші орынды алып, viloyat басқышына жолдама алды. 10 сыныптан Мұсабекова Тұнышкүл құқық пәнінен 1-ші орын, Туракулова Гүлханым тарих пәнінен 3-ші орын, Мұсабекова Тұнышкүл биология пәнінен 2-ші орын, Қонарбаева Аязжан рус тілінен 2-ші орынға қолға алып, viloyat басқышына жолдама алды. 9 сынып бойынша Қыдырқұлова Әлбина химия пәнінен 2-ші орын, Қыдырқұлова Әлбина өзбек тіл пәнінен 3-ші орында жүлделі 1-ші орынды иелеп, облыс қабылда жолдама алды. Оқытушылардан құралған волейбол командамыз жыл бойында аудандық спорт жарыстарында 1-ші орынды иелеп келеді. Әскерге дайындық бағыты бойынша оқытушы Нұрғиса Телебаевтың оқушылары да аудандық сайыста жүлделі орынды иеледі. Сонымен бір қатар оқытушы Жадыра Нарбаеваның дайындаған мектептік волейбол секциясы қатысушы қыздары аудан құрамына салтанатқа жиналған 40-30-20 жыл алдын бітіріп кеткен түлектер және оларды сол кездері оқытқан мектебіміздің ардагер ұстаздары да қатысып отыр. Кенемек ауданында 40-30 жылдықтар бітіріп, өзінің сыйлықтары менен оралып отыр. Бұл бітірген бітірушілерімізге өзінің атынан, осы бірінші мектеп коллективі атынан, мына оқушыларымыз, ата-аналары атынан үлкен рахметімізді айтып қаламыз. Ал бүгінгі кездесуге келген түлектерге айтарым, осы мектептен ер жетіп, жаңа өмірге қадам қойып, жақсы жетістікке жетулеріңе түрткі болған алтын ая мектептердің ұмытпай келулерің де, осында отырған сіздерге тәлім берген ұстаздар еңбегі деп ойлаймын. Осы ұстаздар жолын қуған бүгінгі педұжымға мол табыс тілеймін. Құрметті 2024-2025 оқу жылының түлектері, бүгін сіздер балалықтың балшағын артқа тастап, үлкен өмірдің табалдырығын аттағалы отырсыздар. Осы жауапты кезеңде өздеріңіздің 11 жыл бойы алған білімдеріңізді дұрыс қолданып, дұрыс таңдау жасауларыңызға аса маңызды. Екі нәрсені өмір бойы еңбегінің босқа кетпеуіне қамтамасыз етеді екен. Олар ісінде қабілеті болу және жақсы көретін жұмысыңды істеу. Сондықтан әрдайым сын сағатын сүріндей өтіп, армандаған мамандықтардың иесі ата-аналарыңа тілектеспін және бүгінгі келген мерекені қош келдіңіздер, мереке құтты болсын деп, бүгінгі мерекені ашық деп жариялаймын. Алтын я мектептен ұшты түлек, бүлдіршін бала күнде ғылым іздеп, 11 жыл білім берген ұстаздармен қоштасар сәтсе келді бүгін міне. Бітіруші түлектерді құттықтау үшін сөз аудан әйел қыздар ұйымының төрайымы Написова Сәттібала Бердібековна, Наваи Давлат университеті мактапқача тәлім деканы профессор Гүлчехрапа Досмұратова, аудан спорт мектебінің директоры Нұржан Аға Кулатовке береміз.
kızıl galstuk жарасушы едік бәріміз. Сүргөйлік ақпар туппенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы едік бәріміз. Серік қып 10 жыл парта мен тақтаны, достыққа ашты қақпаны, бала шақтардың бәрі есте алғашқы ей махаббаттары. Сүргөйлік ақпар туппенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы едік бәріміз. Сүргөйлік ақпар туппенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы едік бәріміз. Қоштасар жылғы ең қимас сәттерім, сағыныштарым көп менің, қақтырдың қанат қияға қырандай, ей менің мектебім. Сүргөйлік ақпар туппенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы едік бәріміз. Сүргөйлік ақпар туппенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук. Қамажайдың бір талы айрылып, қамажайдан болдым күлкі. Айрылып қамажайдан отырғанда келеді, қай жерімнен ойын күлкі, ойын күлкі. Лилайым қамажай, қалың ел сәулетайым, сәулетайым. Көпестіні тағалаймын, тағалаймын. Үштіптан таңдап алған қамажайым өзіңді, 90 қызға бағалаймын, бағалаймын. Лилайым қамажай, қалың ел сәулетайым, сәулетайым.
Алтыния мектептен қоштасқандарына 20 жыл, 30-40 жыл толған түлектері ортамызға келіп тұр. Ендігі кезекті мектебімізге 40 жылдық кездесуге келген қонақтарды ортамызға шақырамыз.
мерекесімен құттықтаймын. Бұл күн ұмытылмас ерекше күн. Сіздерді бүгінгі жас биылғы бітіруші түлектерімізге аңсаған мамандығын және Өзбекстанның абыройлы азаматы болуына тілектеспіз. Себебі қанаты қатайған қарлығаштарымыз бүгінгі алтын балалық шағын артта қалдырып, жаңа өмірге қадам басқалы отыр. Алдағы уақытта бұл кісілерге сәттілік тілейміз. Сән сыртты артта қалдырып, үлкен танымдылық танытқан бірінші сынып бітірушілерін, бірінші сынып оқушыларын бірінші оқу жылы аяқталуымен құттықтаймын. Ұстаздар, ата-аналар қауымына тілейтінім аманшылық, отбасына аманшылық, бірлік, береке тілеймін. Жазғы демалыстарыңыз сәтті өтсін. Жаңа оқуында жаңалықтар көп болсын. Ассаламу алейкум, қымбатты ұстаздар, қымбатты оқушылар, қымбатты жас түлектер, жаңа қанат басып бара жатырған. Бүгін міне үлкен, өте ғажайып күн. Мен қуаныштымын. Бүгін 40 жылдан кейін осы мектебімізге қадам басып келіп отырмыз. Бұл бұның қадамды біз басып келіп отырғанымыздың арқасы бүгінгі еліміздің тыныштығы, аманшылықтың болғаны. Қала берсе, осы мектептен біз білім алып, осы ұстаздардан білім алып, осылардан өмірдің жақсы күндерін көріп, өмір заңдарын үйреніп, біз осы 40 жылдыққа оралып келіп отырмыз. Ұстаздар, сіздерге денсаулық тілеймін әуелі. Өмірлеріңіз ұзақ болсын. Әрдайым осындай сұлу, сымбатты болып жүре беріңіз. Сіздерді ешкім айтпайды 80-ге 70-ге кіргенде. Сіз біз үшін баяғы жассыз. Біз үшін жүрегіміздегі жас ұстаздарымызсыз. Әрдайым орындарыңыз төрде. Қымбатты оқушылар, біз осы жерде оқып, сіздер де көп мына жас түлек осы сахналарда, тап осы жерде 40 жыл алдын ән айтып, билеп, сахналық пьесаларды ойнап, класстармен, мектептермен қоштасқан едік. Сол күндерде міне сіздердің алдарыңызға келіп отыр. Мен қазіргі кезде осы Самарқанд медициналық институтты бітіріп, врач-педиатр болып істеп жатырмын. Менің де жолымды қалушы, дәрігер болушы қалушыларға тілеймін. Сіздерге де осындай жақсы ұстаздардың арқасында білімдеріңізді алып, мектепте жоғары оқу орындарына кірулеріңізге тілектеспін. Бүгінгі оқу жылының аяқталуына байланысты болып жатқан мектеп өміріндегі ең сәтті күндердің бірі бұл соңғы қоңырау. Құрметті мектеп бітірушілер, сіздерді соңғы қоңыраумен, оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймыз. Бітірушілерге сәттілік, ақ жол тілейміз, өмірде өз армандарына жетіп, әрқашанда мектептің абыройын биіктен көрсете білулеріне тілектеспіз. Біз осы Алтын мектебімізді 40 жыл бұрын бітірген едік. Ұстаздарымыз отыр. Құрметті ұстаздарымыз, сіздерге алғысымыз шексіз. Сіздердің берген білім, тәрбие, бағыт бағдарларыңыздың арқасында біз осындай жетістіктерге жеттік. Қазір барлығымыз ата, әжеміз, әр мамандық кәсіп иесіміз, әр шаңырақтың отбасының тірегі, шаттығы болып өмір сүріп келеміз. Сіздерге денсаулық, осы өмірдегі барлық жақсылықтарды тілейміз. Құрметті мектеп ұжымы, мектептеріңіз әрқашан биіктен көріне берсін. Әр жылы осы номер 1 қазақ мектебінің бітірушілері әр жыл сайын сіздерге осындай берекелік сәттер сыйлай берсін. Ассалаумағалейкум, ұстаздарым, достарым жиылғандар. Жүрмісің аман-есен Аллаға сыйынғандар. Білесің, бәрі жақсы потоқтың басын қосқан, жаралған адал деп мәңгілік асыл достым. Қош келдің білім берген қадірменді ұстаздарым. Директор 40 жылда оқыған ұл-қыздар. Батырда туған анадан, ақында туған анадан, ұстаздарды сыйлаймыз, білім алған дарадан. Пайғамбарымыз Мұхаммед ұстазды құрмет санаған. Биік тауға шықсам да ұстаздарым көрінбес. Қазақстан көшсем де достарым менің бөлінбес.
аз ғана уақытпенен өмір тез өтер екен, достарым, ұстаздармен көңілді көтер екен. Көңілді көтермесең бәрі де бекер екен. Ақ ниетті жүрегім, осылай менің тілегім. Мектеп бітірушілері, мектеп бітірушілері, сіздерге omad тілеймін. Осы біздің мектептің ұжымына, басшылығына, менің мына қадірмендіре алтындай асыл ұстаздарыма, осы біздің 46 бітірген оқушылардың атынан шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Біздің осындай болып жүргеніміз сіздердің арқаңызда. Рахмет сіздерге. Жылғы туылғандарға Райхан Рахмалаға беріп Құралайға тапсырамыз. Мектепке 40 жылдық кездесуге келген қонақтарымызды сыныбына шарып салсақ. Сол жылдары мектепті бітіргелі 30 жылда өтіп неткен уақыт. Сол кездегі жүрдім бірақ таппадым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым. Айналайын класстастарым, әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым. Айналайын класстастарым, көрмекші өрнек тоқиды, қыздар болса сабақ оқиды. Мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар құстай сайрап. Айналайын класстастарым, шашлик десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын. Айналайын класстастарым. Мұғалима оқы дейді ғой. Şaşın boyamadın kaldınız mı? Sen iş katlamışsın. Boya patlar. Her konu var. Şaşın boyamadın. Temizlik şaştı. Sarı var tamam. Şaşın. Kara böyle Бұл күндерге жеткенде бар, жетпегенде бар да. Мен кешеден айттым ғой, мен
жобасы 2 жыл беріліватырында 2 жыл қайтыс болып қалды. Аллаға шүкір, көп көстігі дегенде ең дұрыс арамыздан кеткен класстастарымыз бар. Рахат, Қуат, Бибігүл. Kuan деген Kuan десе? Енді алжасқан шығармыз. Қандай енді бәріміз осындай мейірте балалығымызда жарқырап ойнап жүретін едік. Сабақты білгендеріміз біліп, мен айтайын мұғалім, апай мен айтайын, ағай мен айтайын. Дұрыс па? Әлиге ұқсағандар жарты жолда далаға шыққысы келмейді. Сен айтайын дейді. Дұрыс. Қандай бір тамаша еді. Ұстаздарымыз, мұғалімдеріміз мына төрде тұр біздерге білім берді. Білімді қабылдадық, білімді қуанып қабылдадық. Санап зорақы ғой. Мен өзімде үлкен толқу болыпты. Менде үлкен толқу бар. Мен жылағым да кетті, қуанып та тұрмын да. Осындай күндерге жеткеніне әуелде Аллахыма қадірешімді. Барымызша құрмет етейік, барымызша сыйлайық. Біз табиғи Алла Тағаланың берген өзіміздің сұлулығымыз бар, өзіміздің мінез құлқымыз бар, өзіміздің құрмет орнымыз бар. Мен сіздер барлығыңызды жақсы көремін. Бүгінгі күнде Аллаға шүкір жеткендерге шүкір етемін. Арамызда себеппенен келе алмай қалған класстастарымыз бар. Әрқайсының өзіне жараса класстастарымыздың себебі бар шығар. Оларға да Алла осы 20 жылдықта кездесу, бірге болу несіп етсін, бірге жүру несіп етсін. Енді ар класстан емес, бір класста емес, полный класс болып кеттік қой. Мектебім қайтарғанын сан рет қайталадым. Өзіңнен алғаныңды өзіңе қайтарамыз деп. Міне бүгін біз жас болып тағы келіп отырмыз мектепке. Құтты болсын күнді мейрамдары. Жаңағы бір анекдот айтып бола ма? Бір күні осылар оқушылар келген ғой. Осы нөл сөйтсе апай сұрап жатыр дейді. Қайсы оқушылардан күшті екенсің, білмін білейік деп біреуіне айтыпты. Беске дейін кім санай алады депті. Бір бала шығарып, мен санайым деп, санап жатыр дейді, қолын қалтасына тығып алды. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп айтады. Түсіндіңдер ма? 6 болып кетті. Құтты болсын тағыла мейрамдар. Құрметті оқушылар, жаңа өлеңім бар еді, оқитын. Уақытым болды. Оқи алмадым, шын жүректен өзімнің тілегімді білдірдім. Енді осы өлеңді оқып беруге рұқсат етіңіздер. Мектептерге сыныптастар, достар, келді міне. 40 жылдық кездесу күлім қағып, очким қапты. Мектептегі күндеріміз елестейді, көз алдыңда жұлдыздай жымын қағып. Құтты болсын бас қосу 40 жылдық, 10 жыл бойы бірге оқыған сыныптастар. Бар жақсылық орналсын барлығына, қадамдар оң болып әрбір басқан. Әрбіріміз отбасылы жандар болдық. Шаңырақтың шаттығы тірегі боп, 40 жылдық кездесу бақ әкелсін, әрбір жанға қуаныш, шаттығы көп. Алла қаласа 45 жылдықта, 50 жылдықта, төрт көзіміз түгел. 45 жылдығы Қазақстанға барамыз деп отырмыз енді. Ұйымдастырында Өзбекстанға келдік, өзіміздің ата-бабамыз Алтын Ұя мектебімізге келдік. Енді Алла қаласа 45 жылдықты Қазақстанда бір қалада, Тараз ба, Шымкент па, Астана ма, Алматы ма, 45 жылдықты төрт көзіміз түгел болып, бала
оқушылар тағдыңды Класқа бабай сөйлейді. бәріміз ата әжеміз немере сүйіп немере сүйіп Нажимай, хотя бы Нажимай, отстать вперед. балалық шағымыз өтті ойнадық күлдік неше түрлі неше түрлі историялар болды іс-шаралар өтті өте көңілді балалық шақты аңсаймыз Жапонда отырмайды. Жапонда отырмайды осы сабақтарда. Апай шықпа деген жапон ғой. қазір міне көзді ашып жұмғанша жасымызда 57-ге келіп 60-қа таяу қалдық бәріміз ата әжеміз немере сүйіп жатырмыз алла қаласа шөбере сүйіп жатырмыз осының бәрінен баршасына денсаулық қалғанда 45 жылдықтар қазақстанда өзіміз отырған партамызға барып естелік ретінде суретке түсейік Біздер 68 жылы осы жерге 75 жылы Апай қатырақ сөйлеңізші, 85 жылы аяқтап мінекей 40 жылдан кейін осы жерде кездесіп отыр екенбіз. Мен және бар жылда болмадым, білесіздер ғой. Осы мектепте істеп отырғанмын. 88 жыл бірінші марта осы мектепке аяқ қойдым. Әлде де пенсияға шықсам да істеп келе жатырмын. Не демекші ол құрметті менің кластастарым жаңа кім садат айтқандай А бітіп Қазақстан Өзбекстан керекпіз. Тек 68 жылғы түлектер, иә. Апай дейін жүрсіз. Барларына денсаулық тілеймін. Мінар айтқандай, насыбызда құда қаласа 45 жылдық, 60 жасымызды, 50 жылдықты да қай жерде болса да басымыз қосылып, түгел төрт көзіміз түгел. Апай кешке қолыңыз бос болады ма? Мен оны айтып берейінші, мен бір нәрсе есіме жетпейді. Мына жерде отырады деді, Айсара отырады деді, сонда есіме жетпейді. Биология сабағы. Кім береді деді? Жоқ, осы үшінші марта деймін. Жүріп барапайды, жылады, ол жылады, дұрыс бармайға. Зауға болсын өтіп жатырмыз ғой. Зауға болсын керек ғой. Сәкенге де Өздеріңіздің хулигандықтарыңыздан жетеді зачем? Сәкен, сен де бір нәрсе десең. Мен өзім папаға келіп отырды, жақын шашсын сенмеді ғой. Сәкен динаға қосын айқайлап отырды. Ана дейді, кітап ашқан деп жақылар дейді, айнуға қайтпақ деп қарап отырды. Әйдім, кітаптар біздің заман басқа еді ғой, иә? Апайды қанда ұрады. Бала да сізді деді. Бірінші таяқты Болат қайда? Шевропайдан бірінші таяқты Звонок болған кезде қандай қуанып сабақтан жүгіріп Суғылардан нан сап келеді, ол нанын нандарымыз олап шығып қоян беттер эфир бар еді, біздің класстың балаларын айтамын да, көбісі жиналады. Кеше мен Тұрсынапайдың саханасы болған туралы өлең айттым ғой, өлең өзіміз кеше пойызда шығарамын да, соны қайтарамыз жақсылап тыңдап басқа дейді. Басқаларда айтсын да баяғыда жігіттер қыздар бар бір-біріне
талай класстың жігіттері, талай жерде үлкен қышыл көлді сақинаның кентегін. Рахмет сізге ойлаған екенсіз ғой ертеңінде. Кеше Тұрсынбайға әзірге шағын едік. Балаларымызды қандай сақина қылмай сөйледі. Қысты кезбен болса да қым кетпейтін еді ғой, Қалғырауы қазіргі балалар болып. Судың формуласы. Ас тұзының формуласы. Басқаларын айтты, Кеш қалдым. Yaptı bu
Өздерінің азғантай естеліктерін болса бір-біріне жаңағы болады ғой естеріңе түсіріп бір-біріне осылай айтып отырсаңдар да болады тұрып біздің жылда осы түлектер келеді ғой бәрі айтады мұғалімдардың қандай естелік болғанын оқушыларменен қандай таласып араласқандарын бәрін естеріне түсіретін еді себебі енді классқа келдіңдер кәдімгі оқушы есебінде отырсыңдар қазір ешқандай мына медаль бар нәрсені шығарып тастаймыздар оқушылық өмірді еске түсіріңдер қандай екен себебі мінекей жаңағы асыға күткенсіңдер бағана оқушының ел аман деген өлеңі де маған қатты тәсірленді. Қиялыма өзім Қазақстанда болып, ел сағынып келгендей болды. Тап солай
сендер де осы сағынышпен келдіңдер. Осы бір-біріңді көруге, достарыңды, осындай оқушыларыңды, осындай класстарыңды, сыныптарыңды, қалай отырып, қалай тұрғандарыңды, бір-біріңе демек айтатын сөздерің бар шығар, естеліктерің бар шығар, міне бұның бәрін өздерің бүкпей, қысылмай бір-біріңе айта беріңдер. Тілектерің болса айта беріңдер. Бұрынғы тілектер апай мен деп отырады деп қасында отырып, иә, сөйтіп шығып. Мінекей кім бастады уже? Жазардан сенар деген негізі үлкейді, олар жастар. Соларды бүкпей, қызықты оқиғаларыңды айтыңдар. Сабақ болса қашпайды, сабақ болса сабақты бере береді. Міне отырған оқушыларың бәрі таяр тұр. Сөз болмайды ғой? Сөйтіп 40 жыл. 40 жыл. Аз емес 40 жыл, бір адамның 40 жасы. Классkom. Bizim klaskom bunları Biz de Japon ekibimiz için oturamız. Necine günler oturdu, numara oturdu. Осы кейбірлер шығады ғой, кітапта қаратып қойыңдар дейді ғой екеумізге. Қаратып қойғанда кейін соны қалай көреді таңба адамдар айтып береді ғой біреулер. Соны жаман көретіндер жапан алады да кітап жаппады ғой, лып кетіп қалады ғой. Соны айтып жатырмыз да жаңа. Небір нелер болды ғой, Математикалар көшіреді дедік те. Gülgür adam bu konu tıkatmıyor ya. Шалдат дедік те. Апайлар, құрметті ұстаздар, мына жерде сабақларымызға бәріміз қуаныштымыз. Бірақ мына жақта бізге ұсыныс түсіп жатыр. Мына жерде сабақ өтеді екен. Сабақ өтеді екен, мына жерде классын босатуымызды ұсынып жатыр. Ой, соғында ғой. Отырғымыз келеді, бәріміздің де қимаймыз, бірақ дегенде сабаққа неше деп жатыр екен, сабақ